көжегім. Саяхатшы бақа ертегісі. Ертеде бір бақа болыпты. Ол батпақта тұрыпты. Бір күні ол өзен жағасында отырды. Бір кезде жағаға үйректер қонды. Жол алыс, деді бір үйрек. Тез тамақ жеңдер, сосын ұшамыз. Бұны бақа естіді. Кешіріңіз, қайда ұшасыздар? Деді бақа. Оңтүстікке ұшамыз. Оңтүстік жылы ма? Я, жылы. Онда маса шіркей көп пе? Я, көп. Онда мені ала кетіңдер. Сенің қанатың жоқ, қалай ұшасың? Білмеймін, бірақ тұра тұрыңдар, мен ойланайын, деді бақа. Бақа біраз ойланып, сосын таптым. Екі үйрек таяқтың екі ұшынан тістейді, мен ортасынан тістеймін, бірақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамаймын. Жарайды, деді үйрек. Сөйтіп олар ұшты. Екі жақта екі үйрек, ортасында бақа. Бұл қызық көрініс болды. Бұны балалар көрді. Бақаны қараңдар, деп айғайлады балалар. Қызығай, бақа ұшып бара жатыр. Бақа мақтанып кетті. Бұны мен ойлап таптым, мен, дегенде бақа шалшыққа құлап түсті.